Баршаңызға сәлем, сіздермен Гүлсая. Бүгін сіздерге түскі асқа немесе кешкі асқа ең тойымды тағамдардың рецептімен бөлісемін. Немесе дәл осы тағамды ауызашарға жасасаңыз да болады. Өте оңай жасалады. Ең алдымен менің каналыма тіркеліп, қоңырша белгісін басуды ұмытпаңыз. Ең алдымен бір пияздың жартысын қақ ортасынан бөліп, дәл видеодағыдай турап аласыздар. Сонан кейін бір сәбізімізді алып, дәл осылай дөңгелекше етіп турап аласыздар. Өте оңай, барлығы үйде бар заттардан жасалады. Ең соңында картоплымызды дәл осындай үлкен бөліктерге бөліп қоямыз. 300 грамм фаршымызға жаңағы жарты қалған пиязымызды майдалап турап, дәл осы фарштың үстіне қосамыз. Және де қара бұрышымызды, тұзымызды қосатын боламыз. Дәміне қарай қызыл бұрыш қоссаңыздар да, және де петрушка қоссаңыздар да болады. Енді бір жұмыртқамызды қосып, жақсылап араластыратын боламыз. Ең әуелі қасықпен араластырып аласыздар, сонан кейін қолыңыздың көмегімен жақсылап араластыратын боламыз. Барлығын араластырып болғаннан кейін қолыңызды кішкене ғана сулап алып, қолыңызға жабысып қалмас үшін екі қолдың көмегімен дәл осылай кішкене ғана котлеттер жасайтын боламыз. Барлық фаршымызды дәл осылай жасап аласыздар. Өте оңай жасалады, міндетті жасап көріңіздер. Мінекей мен барлығын жасап алдым. Енді қазанымызға немесе сковородкамызға майымызды құйып, міндетті түрде қызып тұрған майдың үстіне пиязымызды қуыратын боламыз. Сарғайғанша қуырасыздар. Мінекей менің пияздарым қуырылды. Сонан кейін үстіне сәбізімізді салып, жақсылап араластырамыз. 5 минут қуырылғаннан кейін үстіне томат пастасын құйып, тағы да жақсылап араластырамыз. Осылай қуырып алғаннан кейін үстіне дәміне қарай тұзымызды салатын боламыз, және де қара бұрышымызды салуды да ұмытпаңыздар. Енді жақсылап араластырып, осылай қызарғанша қуырып аламыз. Үстіне салқын суымызды құйып, енді үлкен бөліктерге бөлінген картоптарымызды дәл осылай тағамның үстіне салатын боламыз. Ешқандай да араластырмаймыз. Сонан кейін үстіне дәл осылай кішкене ғана котлеттерімізді салып шығатын боламыз. Ешқандай да араластырудың қажеті жоқ. Енді қақпағын жауып 20 минут пісіретін боламыз. Мінекей менің тағамым дайын болды. Өте дәмді, иісі де керемет болып шықты. Егер де менің видеом ұнаса, менің каналыма тіркеліп лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Алдағы уақытта сіздермен көптеген рецепттермен бөлісетін боламын.